Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1-ші сынып әліпби 71-ші сабақ не үйрендім, не білдім деген сабағымызды жалғастыратын боламыз. 71-ші сабақ не үйрендім, не білдім. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кім дұрыс, тез оқыса жеңімпаз атанады. Балалар, сөздеріміз сағат тіліне қарама-қарсы орналасқан. Сол сөздердің барлығын оқып шығып, анықтамасын бере кетейік. Күн. Аспанда шығатын күн. Таға дегеніміз жылқының астына аяғы тайып кетпес үшін және аяғы қажалмас үшін тағылатын темір. Ақпан дегеніміз айдың атауы. Кезек дегеніміз балалар кез келген жерде дүкенде болсын, дәріханада болсын, кезекпен тұру. Жантақ дегеніміз малға берілетін тағам шөп болады. Шаңырақ дегеніміз киіз үйдің үстінде тұратын шаңырақ және кез келген отбасыда болатын дүние. Ірімшік дегеніміз сүттен жасалатын тағам. Ал балалар, берілген сөздерімізді буын-буынға бөліп оқып шығайық. Күн, таға, ақпан, кезек, жантақ, шаңырақ, ірімшік. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Сәйкестендіріп көрейік. Менің шаңғым, менің үстелім, сенің балапаның, сенің дәптерің, оның үйі, оның жібі. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. Ойлан тап. Күн қандай? Күн бізде сары түсті, домалақ тәріздес. Күн бізге жылу береді. Күн бізге жарық береді. Балалар, келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар. Каналымыз ұнаса тіркеліп лайк басыңдар.